Сарын өткенде сөйлеген сөзіңе Жауап бер деп. Ерсінге Oldu mu? Kettik mi? Жо. Ал бисмиллахир-рахманир-рахим деп бастайық. Ораза келіп жатыр деп. Ассалаумағалейкум. Бұл PS Show. Мүмкін бізді таңертең, кешке, күндіз көріп отқан шығарсыздар. Қайырлы таң, қайырлы күн, қайырлы кеш дейміз. Кезекті шығарылым. Әдеттегідей бізде студияда бүгін танымал бапкер болып жүр қазір. Бұрынғы футболшы, аяқ сындыратын алаңда неше түрлі сөздермен де танымал болған. Елдос Ахметов. Қош келдіңіз. Рахмет, жөйсік сындырам қазір. Екінші қонағымыз өзінің дикциясымен танымал. Жалпы әліне қарамай вызов тастауға да құмар екенін байқадым. Дарын Олжабай. Бәрін Рахмет. Рахмет. Рахмет, бұл да сізге. Сенімсің ба, уверенсің бе? Жалпы не ғой андай көңіл күйлеріңіз жақсы отсын деген мақсатта. Өзім банан жақсы көрем. Сол үшін арнайы бүгін дайындықтың алдында, кішкене матчтың алдында осылай банан жеп отырайық, көңілді отырайық деген форматта. Қорғау келмеген ғой бала. Иә, сразу ұтылып қалса, дайынсың ба ұтылуға? Дайын. Жалпы вызов тастаған адамдардың бәрін Елдос ләкілдет жіберді. Сондай бар ма? Сосын сторисына кешірім сұрайым аға, енді деген сондай мәжбүрлеп қояды. Білмеймін, біз ойнап жүрміз негізі. Елдос ағамызбен былай бөлек ойнап жүрміз. Енді қатты ойнайды ағамыз. Бүгін енді қалай, енді бақ шаба ма? Дайындалдың ба? Дайындалдым, түнмен. Неге Елдос? Сүрелер жаттым. Таравихқа барып. Болды, ендеше бастайық. Ереже қарапайым. 5 минуттан кез келген команда бірақ матч болады. Жеңген адам өзінің бір кішігірім тілек несін айтады. Болды. Ойын тартысты болсын. Бір желание, Бір желание. орындау керек. Орындау керек. Айын туған күн, отсаң тастайсың. Күшіген желание. Так что кішкене ойын тартысты болады сияқты. Ал, кеттік ал. Ал, бисмилля. Классика ма? Классика Дарын. Кеттік ал. Дарын. Негізі Елекең классиканы жақсы көреді. Любой жағынан. Қайсысы десің? Классикасы чем деп. Кешірім сұрайым ағай, кешірім олай ойлап қалмаңыздар. Бильярд классика ойнайсың. Соны айтып жатыр ғой, бильярд классика. Мен ПСЖ болам бүгін айтпақшы. Неге? Мен ауыстырдым. Неге десең? АПЛ-дан неге қаштыңыз? АПЛ-дан қашқан себебім АПЛ-ға барып көзім жетті. Нашар ма? Мықты екен. Арсенал еді ғой бір кезде. Иә, Арсенал болып жүріп. Ләкілдеп атқаннан кейін ба? Иә, соңғы ойында Арманиямен ұтылғаннан кейін ПСЖ дұрыс деп ойладым. Жалпы болельшіктердің Арсеналдың бәрі сондай ше. Бәсе? Сәл буксовать ете болса, бұлар да буксовать ете. Негіз Ливерпульмен ойнайтын, маған қарсы Ливерпульмен ойнайтын. Бүгін камераға ПСЖ-дан таңдап та. Әртіс қой, әртіс. Футболшы емес уже. Сондай бірдеңесі бар. Сенші? Мен Реал Мадридті таңдадым, неге десеңіздер. Соңғы кездері Қайратқа Реал келді ғой. Содан кейін мен жалпы андай бір әлемдік, мен тек Қайрат кесімді. Дұрыс, негіз айтпаған дұрыс. Мен негіз жеңіске жанкерім деп. Дұрыс болды айтпағаным. Жоқ, ойнап айтамын. Алматыда тұрған кезде мен өзім Цесна деген клуб болатын. Қайраттың несіне смотрына барып, дайындалып, ол кезде бірінші рет Берн Шторк тренер. Сонау кез ғой. Сол кезде қызық көріп нетіп жүрген кезде, жалпы ұлттық құрамаға жанкүйер сол кезден бастап алды менде футбол махаббатын. Дарын сөзін бөліп жіберейін, қай позиция ойнадың сен? Вратарь. Вратарь болған бұрында. Керемет. Қақпашы болған. Борчик болған шығар деп ойлаймын. Боксер болған. Көріп жүрген. Реалға енді Реал таңдадың. Реал таңдадым, неге десеңіздер, Мбаппе ұнап жүр соңғы кездері. Білмеймін, өзім Мбаппе сезініп жүрмін. Бағлига бар ғой? Подписчигің көбейеді скоро. Иә, құдай қаласа. Мен коммент көп оқимын ғой. Мбаппеге қатысты ма? Жалпы Реалға қатысты. Бізде жалпы Реалдың болельшіктері Қазақстанда өте көп. Көп, иә? Иә. Так что жөндеп ойна сразу. Просто мен Реалды алсам дұрыс емес та, қызық емес. Сол сияқты мен жүремін, былай секіріп көрермендер, сіздер білесіздер ғой, мен кімнің қандай команда. Елекең просто халқым өнер көрсін дейді. Сол үшін саған өте пауэр болып отыр да? Енді, жоқ, Елекең өте қатты ойнайды. Мен уайымдап отырмын негізі. Енді былай бөлек жерде ойнау бөлек, бірақ осындай камераның алдында ойнау енді ол бөлек деңгей. Сол үшін сәл уайым басып тұр. Болды. Жас баланың белін қақпа. Еш уайымдан ұтыласың деші.
сосын ана Бағлига бар ғой, білесіз бе? Иә, Елдосаға білесіз бе? білемін. Бағлига бар. Бағлига бар. Сол ойнаймыз ғой біз. Хабар деген команданың намысын қорғап жүрмін. 10-шы номер. Точно, 10-шы номер деп. Сондай. Кішігірім Модричпін дейсіз ғой. Мбаппе. Қателеспеңіз деп. Тексерсең ба? Команда таңдайық. Анау нелерін жөндеп алыңыздар сразу бірден. Түстерімізді так, сіз ақ нармен, біз... Аққа құдай жақ дейді. Әне. Аузың берік ау дей ме? Аузымыз берік, иә. Бәсе. Біз кіре берік. Ганеке. Машаллах. Так. Ал, енді мына жерге келетін болсақ. Милитауаны шарпы. Бұған дейін біраз ойнадыңдар, иә? Ойнадық, иә. Қалай стиль деген. Жетте бір отылдым. Жетте бір отылып, сөйтіп соңғы матчта жеңіп кеттім ғой. Жұмысты болсын. Қазір ойнай алмай атсақ, Бананды бетіме алып лақтырып жүрмеңдер, ә? Так, Гонзало дегенді шығарайын ба, шығармай қояйын ба? Гонзало соңғы ойындары жақсы. Основной команда ғой, сен негізі Реал, иә? Реал ма, иә? Қазір PlayStation ойнап жүрген основной командам Реал. Сізде ше? Мен негізі аз ойнаймын, бірақ мен көбінесе Ливерпуль таңдаймын. Осы дұрыс, қалай берсін. Қалсын онда. Параметрларын көріп. Параметрларды бір көріп жүрейік, иә. Айтпақшы достар, бірдеңе айта кетейін. Жаңа осы камераларды дұрыстайды ғой енді. Ненің алдында камералар дұрыстайды. Соның қыздыру матчы болды бізде жаңа. 3-2 жеңіске жетіп, сол айтып қойын деп отырады. Алдын ала. Отылып атсам, ма ойнамайды екен деп жүрмеңдер. Айтатын нәрсе бар. Бар. Шүкір Алла, 3-2. Ол енді андай. Енді қосылып кетейін енді. Заранее ақталып жатыр, заранее. Мынаны кесіп тастаңдар деп отырмын. Товарняк матч болды ғой, андай болды ғой. Сборда камера ештеңе жоқ қой, сондай болып тұр ғой енді. Жалпы, нең жөндей берсек, джойстик онша емес екен, ананы істемей қалып. Жалпы сондай бірдеңесі бар сияқты. Плохому танцору бір Аха, всегда что-то мешает дейді. Так. Дарым бір сөзге келмей, молодец, шақырды, келдім, мен үстіп бұлай. Дарында негізі атын өзі айтып тұр ғой, дарынды бала. Бүгін өте қиын ойын күтіп тұрған сияқты. Өйткені соңғы ойында біз екеуміз кәдімгідей бір тіресіп қалдық. Ондай бар енді. 7-2 болды ма? Сондай да? Жеті. Мен өз жеп отырмын, дұрыс деп. Екі қол салсыншы мейл дедіңіз ғой. Иә. Сол бір, сіз сөйде шотты айтып отқан біз общий шотты айтып отырмыз. Қойш. Біріншісіне солай болды енді. Қалжың. Одан кейін енді ойнадық. Дауысы бірдеңе жоқ па? Кішкене алаңда андай Дарын деген бір жүргізушілер жүретін еді, Қазақстан. Кеттік па? Ал, кеттік ал, бісміллә. Дауыс шығарайық. Сәттілік. Ал, алға. Жақсы ойын болсын. Жақсы ойын болсын. Дауысты шығарға деген сөзінің аты ғана болмаса, Ағай. дауысы жоқ сияқты. Сықылмайсыз ба ағай? Шықты. Қазір бірдеңе қарап жібере салайын, айып етпеңіздер. Екі нәрсе қарап. Қазір 1 минут. Анау бар еді ғой. Ближе к мячу дейтін бар еді ғой. Қазір. Активная оборона. Так. Бәрі дұрыс, вроде. Так, ближе к мячу деген қаяқта. Көке. Астау сөйлер. Так, бұл передачалар, я? Защита. Жоқ, дұрыс, классика, тактический, активная оборона. Помощь перехвате. Дұрыс. Переключение. Жоқ, классика тұрады, по игроку. Жоқ, осы, по мячу, я? Дұрыс. Ближе к мячу, я? Давай, мен Или... Ойбай, қазір. Бір қарайсаңшы, мен өз ана үйде PlayStation'ым бар да, фотоға түсіріп ұмытып кеттім, көршіме ойнаймын, Руслан деген. Ұмытып қала бересің. Ұмытып қала беремін, я. Қазір жастар көп нәрсе ұмытып қалады. Сондай болып баратырақ деп. Памятью болсын ал, кеттік ал. Мен де көре салайын, мен де қазір шалдарды сондай қорқып Уайымдап тұрмын мен, я, уайымдап тұрмын кәдімгідей. Мен де бір қобалжып тұрмын ғой, бір рет. Қарашы, мен де поиграп На студияларыңыз күшті екен. Өмірімде бірінші рет ойнап жатырмын жалпы бұндай студияда. Камераға ма? Иә, камералар тұрады. Жыбы шоу деген жазу бар екен, Жобаның артында тұрған жігіттерге осы жерде үлкен рахмет. алғыс айтамыз. Өте мықты жоба ұйымдастырыпсыздар. Өте рахмет. Өте рахмет деген қалай кетті? Көп рахмет. Ағай, қазір күте тұрасыз ба? Теппей қойыңызшы, ағай! Берем. Рахмет. Нотария засизм. Жақсы. Бәрекелді. Елекеңнен бөлек әріптестермен ойнап Бауырым күте тұрсыз десе.
сен ар жаққа баратын келеді. Менде банан тұр мына жерде. Опа, ана үстіп алдайды ғой көкемше. Не деген құдай ау, не деген жігерлік бол. Пастарда нетсен ше. Сен что-то ұтқан адамға ұқсамай тұрсың ғой. Мен ба? Аха. Неге? Елекең не істеп жатыр, ана ойын басталмай жатыр уже. Негізі дарын жақсы ойнап жатыр. Алдап ұтып жүретін сияқты қазір. Опана. Жақсы. Негізі. Дарын, сен ойыншылан баяу сияқты ма, или сен баспай жатсың ба? Жоқ, өзі PlayStation өзі сондай сияқты деп. Мана удар! Әттеген ай. Соқтың бар. Мынау неменен ау? Шыбын бұл көрінген көрінген. Ей, ананы алып тастаңдар. Ей, Вратардың көзіне бағыттаңдаршы деп. Атқылаңдаршы лазермен. Ей, мынау, көке, не? Тоқтанып болмайды мынау бізге. Болды, кешірім сұрайын. Техникалық бәсе, мынау болмайды ғой ағай. Йо, мынау гол болса қазір. Елекең керел салды да, әрқайсының қолына 5000 теңгеден беріп қойды. Бәсе, сол сезіліп тұр. Жоқ, мен ондай адам емеспін. Көрермендер ойлап қалады, мен ақшаға бәрін сатып алам. 3000 теңге ма? Сөйтіп Дарын негізі Реалдың фанаты. Реалдың фанаты. Женис, сосын, Женис. Мәне. Жеңіс. Құдай сақтады деген осы болады ағай. Қарашы. Әжептәуір мүмкіндік қой, мүмкіндік. Мынандай мүмкіндіктер болады. Сен жүйеп қойып отырсың ғой кәдімгі Дарын. Тыныш бауырым, как дедіш қазір. Наны қарашы досым. Мынаны көрдің ба? Міне, мынау. Қалай мысалы, достар. О, Елдос Ахмебов. Көрімді, жақсы. Жақсы, е? Күшті ләззаттан отырмын. Елдос Ахметовтың қақпасына гол соққан. Бізде арман бар ма? Тоқтатып, қуанып, ақалау процесі бәрі бар. Шүкір Аллаға. Бар ғой, е? Бар, тұрып, ақалап, ерсін сияқты бір кезінде болған бір есеген бала ғой негізі. Бірақ әрекеті бала сияқты ма? Бірақ ерке бір балалар бар ғой бірақ. Ерсін өзі көріп таңғалап. Апсайт жоқ те, көке ағай, сықырма. Сықырма, ағай, сықырма, ей, гол! Мәне достар! Гол дей, жеңсең де осы папсор көр керексің маған, бар ғой. Запись өшіріп тастау жоғынан не жіктер. Жоқ ондай. Өшіріңдер жоқ. Микрофон. Низкий уровень. Елеке, не болды мынау? Бұл қонақ жайлық деген... Кино болды, кино деген. Қонақ жайлық деген көрсету процесі. Онда тұрған еш нәрсе жоқ. Бұл футбол болғаннан кейін... Ләпілдәтіп жатыр ғой кәдімгідей. Сендер ақша бересіңдер ма жеңгендерге? Хочешь, береміз. Тепкен кіре берсе, онда бермейміз. Давайте, жігіттер. Енді бұл ПСЖ деген андай команда ғой. Монакомен соңғы ойында мен оған көзім жетті, иә. Елеке, бұл сборныйдың ойыны емес кезіндегі. Сол ғой, мұна ПСЖ бұл. Өзім кейде... Мін, көрдіңдер ма? Көрдіңдер ма? Ой, нау! Аяқ жетпей қалды мұна. Атака дегендерге негізі ше. Мынаны көрдіңдер ма, жігіттер? Мынаны қараңдаршы. Мұна гол қалай сендерге жігіттер? Ей, теп, ей! Ай. Мұна датаво қонақ жайлық көрсетіп отыр. Мен ондай ПСЖ-ні күтпедім. Ана бананнан басталды бәрі де қойсы. Ана бананға бір бәле қосылған деп ше. Ой! Лазер. Ой, әдемі. Мына Квича деген соншама жай ойнайды да, бірақша. Жай ойнайды. Негізі ше, Елдос аға, ана ұлттық құраманың енді сіз бәрін танисыз ғой, жақсы араласасыз. Мен сұрайын дегенім, ұлттық құрамада ойыншылардың қайсысы PlayStation күшті ойнайды? Кім мықты ойнайды? Қайсысы мықты? Негізі жалпы бұлай бәрі жаман емес. Бірақ ең ішіндегі ең бір қатты ойнайтын мен ойымша ол Нұралы Әліп бар. О, Нұралы Әліп ба? Мен сол Нұралы Әліптің ана бір видеосы бар ғой. Қателес қай командаға екенін білмеймін, бірақ бір командаға қарсы ойнап жатқан кезде итеріп, жұлқыланып, кәдімгі анау батыстың мінезі болады ғой кәдімгі. Итеріп келе жатады да. Ол кім? Словакия арасы. Инстаграмнан салып қойды ғой өзінің.
соны көріп бәрі рухтанып міне қазақтың жігіттері осылай болу керек деп ше андай сөйтіп барып бағлигаға барып сөйтіп бағлигада бір кісінің иығын сындырып жіберген байқамай иә ыңғайсыз болып қалды бірақ шынымен жаңа мен осыны сұрап жатқан кезде Нұрәлі Әліпке визит ташлаймын сіздің орныңызға деп ой айтамын деп ойлап иә ойнасақ вообще күшті мынау енді не болды енді мынау кино болған сияқты ағай гол Елеке бірақ матч и Ливерпульді алмадым неге сөйту керек еді сіз неғыпсыз деп әдетте менсінбеушілік қой өмір ойнамаған командамен ойнағанымды айтамын ладно бірінші тайм аяқталды достар мінекей есеп үште бір қазір раздевалкада мынандай болып жатыр ғой сіздің анау жуырдағы жарыңызға жазған жазбаңыз бар ғой бөлек содан жүрегіңіз әбден елжіреп кеткен ғой кәдімгідей жұмсарып ше ол да бар соның әсері ма деп отырмын мен ше ол да мүмкін негізі мен нәзік жанды адаммын ғой негізі ой елдос ағам қазір қайтаратын сияқты әлі 45 минут бар жігіттер 45 минут дегенің ол мыналар бар ғой мен айтайын ұйықтап жүрме сендерге не мынау шалып жатыр мә уже басталды деп баяғы әдетіне салдың мынау иттілік қой мына ой мыналар да сен коллегалармен ойнап тұрасың ба коллегалармен ба былай анда-санда енді көп андай ойнап тұрамыз бірақ Бағдәулет деген танисың шығарсыздар Бағдәулет сосын кім бар еді ойнап тұрамыз балалармен бірақ негізі көршім жақсы ойнайды деп па жоқ жақсы андай бары бүйтіп отырғаннан қарағанда Бекшмат бәрін ойнаймыз ұтылады бәрі менен деп ешқайсысын упор көрмеймін деп па жоқ Еламан мықты ойнайды енді оны мойындау керек көз жоқтың иә Еламан Әмірғазы өте жақсы ойнайды Ардақ Қасымхан деген жігіт бар тоже жақсы ойнайды ой ё-моё мен негізі сөйлемей қалсам қорқып отыру керек та басынан сен бауырым сұрақты мына жаққа қаратай қоясың ғой Армани келіп сөйтіп Арманida ұтып кеткен ғой негізі бірақ жақсы матч болды иә біраз адамдар ренжіп елдос сен неғып футболдың жалғыз өзі келеді ой неге мынау бұрылып кетіп жатыр судьяға пас береді да гол кірейін деп тұр ғой бля қуанса елдос осындай кезде қуанамаймын да ғой авторды көрейік енді мына жақта бір кнопка бар ол кнопка ұрған кезде пяткаға ұрады да ой құдірет мынау көре алмайды ғой PlayStation анда онша емес голдарды көрсетпейді ғой бұлар бұлар да солдай менікін көрдіңіз ғой иә повтор көрсетті ғой менікін деп Елекең негізі бір андай не бар анау не жігіттер стоп мынау не болмайды мынау сатып алғансыңдар отражение түсіп тұр маған деп Елекең екінші таймда ұта алады бар ғой иә сондай бар енді Елекең екінші таймда ұта алады кәдімгідей мен негізі екінші тайм адаммын ғой негізі мынау ашылды не бар салшиш керемет мынауларын керемет қисық кетті деп қойсайшы мына Хакими жаңа өте рахмет деген сияқты болды менікі мыналар да қайтпайды о елдос ағам басталды өзі бір кураж ұстап алса мынау қайқа берді негізі бірдеңе болып бүйтіп пас беріп қалып бүйтіп шығып кететіні бар еді ғой досым өтіп кет ағай елдос ағай өтіп кетейінші ой мен жібердім бірақ Хакими жібермей жатыр жалғыз ұстап аласың аутқа былай линиядан өтіп кететін ренжімеңіз ағай жете алмайды да тамақ жемеген каша жемеген балалар бар бізде андай өтірік ойнау жоқ та мынаны қарашы тәлпіш мынау қате қойшы мынауың енді қателік болды иә мынауым таза ұятсыз әңгіме қосшыға кетіп қалды ағай өтіп кетейін ой е-мое
Мәссаған мынау енді достар, Елдос аға жақында қоя салып кете берсе үйге қарай. Мына Темірлан Анарбеков сияқты қайтарады ғой, көрдіңдер ма? Мынау Красный бет. Красный Елдос бет. Ахметов сияқты ғой, кәдімгідейші. Бар. мына. Дарын, негізі қатты ойнап жатсың сен негізі. Мен ба? Қателік көп, Барымды салып жатырмын бірақ. Екі жақтан да, Барымды салып жатырмын. Футбол сонысымен мықты да. Футбол негізі ең кім көп қате жасайды, сол ұтады. Білесің бе? Ең бастысы өмірде қателеспесек болды ғой. Философияға кетіп қалсаң. Дарын, мынау Дембеле деген бала. Болды. Мынау не? Төреш! Төреш Шілей кетіп қалдыңыз негізі. көрмей қалды бұны. Шілей болып. Бір гол саларым бар ғой, достар, айтыңдаршы. Осы кезде менің қолдаушыларым қайдасыңдар? Винисиус, мінекей, Винисиус. Сафонов тұр ғой мына жақта. Бұл жерде 5 минуттық бірдеңе болайын деп тұр, достар. Ағай, мәні итеріп жатыр ғой. Біз жолдан шығарып беретін адамды. Мына. 87 минут. Қосылады ойынға. 5 минут. 4-5 минут қосылатын шығар. Ё-ма, бітті мен ойын, походу, осымен 1-ақ минут қосады ғой еще. Бітті ма не? Басынан бастайықшы, мынау болмайды мынау. Қайттан ойнайықшы, ағай. Мынау бүгін Куртуба бар ғой. 4-3 деген. Бірақ қол қосылдағысы. Жоқ, ілгерілеу бар сенде 7-1-ге қарағандашы. Мынау не істеді? Дарын, Базар жоқ. Жақсы ойын болды негізі. Дарын, мен негізі... Отан ба деп көп едім десің. Легенда болам ба деп едім деп. Бірінші тайм менікі болды дейсің ғой? Бірінші таймда бағанағы бірінші ойында да қыздыру матчында да жеңіске жеттім енді. Көкем камераға ойнайтын болып тұр ғой. Енді Дарын, негізі сен дарынды баласың, сенің атың өзіңе сай. Бірақ футбол сейік емес десің. Боксмен айналысып деп па? Негізі, егер сұрап жатсаңыздар, біз бұл ойынды қайталауға әрдайым дайынбыз. Бірақ ол қосымша ақша дейміз. Қалжың, Дарын, сен болашақ футболист болуың керек еді ғой енді, бірақ болмағаннан кейін, бірақ мынау футболда қыр-сырың футболистке қатты келеді. Пас беру манерың, полян көру манерың, ол әрбіріңе бере бермейді. Сол себепті саған көп жеңістер әлі алды. Мойма бауырым. Рахмет келгеніне ат терлетіп. Енді бүгін жеңешенің туған күні, құттықтап қойсам болады. Сторисқа салып, жеңеше, былайда мен былай айырылдым. Ой, айырды деп. Жеңеше аты кім еді жеңешеміздің? Ләйла ғой, Ләйла. Ләйла ханым, сізді туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Бүгін мінекей Елдос ағамызбен бірге кездесіп, жүздесіп, өте мықты. PlayStation отылдық жеңеше. Шығар кезде бірдеңе бермедіңіз ба? Тамақ бермей қою керек етіп. Рахмет, туған күніңізбен, шын жүректен. Бағана ойынның барысын айтқан, PlayStation-нан ұтылсаң, жеңешеңнің туғаныңмен құттықтайсың деп. Молодец, еркек. Еркекше. Дарын негізі өте маған сымбатты, инабатты, иманды бала да. Бұл ойын басталмай тұр, бірдеңе айтып қойды бағана. Мен дарыны бар жігіт, олжаларды беріп қояды. Беріп қойдың ғой? Бекер айттың соны сен жаңа. Дарынды азаматтарды олжалы қайтаратын Дарын Олжабай. Осымен тәмам. Осымен тәмам дегенде сен күте тұр. Реванш күтеміз бұйырса. Жоқ, күте тұр қазір. Мен қазір күте тұр, Не істейін деп Мен қазір. Сендер күте тұрыңдар. Туалетке ма? Жоқ, қазір келем мен. Бір 5 минут күте тұрыңдар. Не істейді? Күте тұрыңдар. Ай, кішегі басықпай. Мен кіріп келген кезде плейді басыңдар, Не болды? Попкорн алып келейін. Жаңа кірерде көріп қалдым да гүлдер дүкені бар екен мына жерде. Сторизбен құтылмай қояйын енді. Жеңешемізді туған күнімен құттықтап қояйық деп. Еркек. Риза болдым. Камераға құрметті көрермендер, біздің спонсорымыз қазір деп. Рахмет, өте күшті. Не деймін сөзге кедей болып қалады екенсің осындай кезде. Қайтарып бересің, жылама деп ше, жабатып ше. Мұнан
мынаны өшіре салу керек дұрыс емес екен, мынандай нәрсемен өткен қиын нәтиже осынкі болу керек еді бұндай істеген. Иә. Бірақ күтеміз. Иә. Реванш Құдай қаласа. бола ма, болмай ма? Болады сияқты, енді білмеймін, оны көрермендер Жоқ, сіздер мен сені сұратқан жоқ, Белеке. Жеңгенсіз ғой. Қызық па, қызық емес пе? Көрермендер егер де қызық болса, Дарын қайтадан келіп ойнасын десе, қайтып джойстикпен қолы терлесін десе, онда бол бірге. Бойдақсың ғой, Бойдақ емеспін. Ойланып қойған жоқ, үйленбегем. Үйленбегенсің ба? Иә. Қолмен жұмыс істеуді біледі. Дамытса болды ғой. Иә, онда бізде ондай балалар көп. Артта жүреді. Так что міндетті түрде күтеміз алдағы уақытта. Сіздер де күтеді деп ойлаймыз. Келесі шығарымда кездескенше. Рахмет, Дарын.